Ең бірінші кино. Мынау қандай кино? Сөйтіңіздерші, кеңісші. Билеп. Қандай кино? Махаббат станциясы. Бол. Келес, алас, келес, все. Келес кино. Қандай? Әйел кісілер. Келіңіз. Билеп ортаға. Билеп. Аня. Қандай кино? Бриллиантовая рука. Өтірікші, бар. Кеңіс жаға. Билеп, жібер маэстро. Қандай кино? Шуриктің киносы, операция. Аға бір төлеп қалдыңыз ғой? Келесі кино, екі кісі шақырам, оң жақтан бір кісі, сол жақтан бір кісі. Мынау қандай кино? Кино көрмейсіздер ма? Не істейсіздер? Кеңіз. Очки дейі, кеңіз әке. Билеп. Daha niye veremedin ağzını payını vermeysin. Қандай кино? Ва-банк. Қандай кино? Цветочки после ягодок. Яғды? Цветочки после ягодок. Ондай кино бар ма? Той иесіне кім боласыз? Достары. Достары. Той иесіне? Достары. Достары? Бишкектен келген. Қазақстан Бишкек, да? Молодец. Есіміңіз? Айгерім. Айгерім. Есіміңіз? Айғаныш. Кім? Айғаныш. Айғаныш? Сұрақ, оңайна ба, қиына ба? Оңайна ба, қиына ба? Все? Вопрос тяжелый, легкий. Нормальный? Нормально, да? Давай. Сұрақ. Ешкім подсказка бермесін, ешкім намек тастамасын. Сұрақ. Өмірдегі ең қиын нәрсе не нәрсе? Қиын нәрсе жоқ. Қой. Жақыннан айырылу дейді. Дұрыс емес. Өмірдегі ең қиын нәрсе банядан шыққаннан кейін гамаш кию. Тағы сұрақ. Бишкектен келдіңіз ғой, Бүкіл Бишкек бойынша қанша баня бар? На русском өзім сол кейінсе жоқ қой, мен өзім не істеймін? Бишкекке сколько бани есть? Ну, штук 6-7, наверное. 6-7, өтірік. 2. Мужской, женский. Тағы бір сұрақ. Екі қабат әйелдің арманы. Аман есен босану. Аман есенін босану дейді. Дұрыс емес. Ішпен жату. Тағы бір сұрақ. На русском сразу, да? Ё-моё. На русском, да? Белі бүкір, алысқа түкір, так. Ну, здесь вот так. Что это? Чего? Білмей тұрым ғой, менен алдырамай тұрым ғой. Белі бүкір, алысқа түкір айтып беріңші сізге. Бұл кісіде жоқ екен ғой. Что это? Палец. Палец. Не палец это потолок. Показывай деп қойсын. Кеңіз, не қадырбаңыз? Күткені өлтіріс қой дейін. Ашыр кетірбаңыз. Мен нақсын Бишкектен келген бағана негіз я сразу вот узнал, да? Ана жүрегім сезіп қойды сіздің Бишкектен келгеніңізді. У нас в Казахстане вот такой платье нету десем. Би, достары против достары. Жібер маэстро. Би, биле. Давай, поддержка ойна. Бишкектен келген достары қалай биледі?
Dostlar. İtmediniz dedik mi? Счастливый пути. Olsun. Kelesi kino. Kulaşalardan var mı? Bir şey. Vaa, apkiler. Hangi kino mı? Şver. Keliniz. Kim var? Vaa, apki. Kengişler. Lübay. Bile. Kulaşa. Ay. Kings. Bile. Qaraş shahardan Shimkent shaharga kelin bo'lib ketding qalaylayla. Hangi kino? Титаник. Hangi kino? Титаник. Toy yesine kim bolası? Akbisi. Apkesi. Toy yesine kim bolası? Kaynacısı. Kaynayıcı. Kulaşa. Endi üstünde bir türlü iş çıktı mı? Чем-то пахнет от меня, да? Bir tursak kino onda. Сұрақ. Оңайна ба, қиыннан ба? Любой. Оңайна ба, қиыннан ба? Перевод. Ой, ё-моё. Тяжелый, легкий. Легкий конь. И жануара. На русском, да? Домашние животные. Первая буква С, последняя буква А. Что это? Собака. Молодец, Кулаша! Сұрақ. И жануара. Ең бірінші әрпі И. Ең соңғы әрпі Т. Ол Ит қой. дұрыс қой, қазақшасы қызым. И жануара, апа, шөп жейді, домашнее животное, ест траву. Скакай, что это? Ат. Конь. Конь дейді, дұрыс емес. Ишак это. Ишак тоже домашнее животное. Тағы бір сұрақ. Сұрақ, оңайна ба, қиына ба? Любовь. Айдалада ақ отау, ауыз ұмырына жоқ отау. Ол? Жұмыртқа. Жұмбақ ол, апа. Переводпен ба? Один плюс один сколько? 2. Молодец! Тағы бір сұрақ. Елі бүкір алысқа түкір, ол не? Түйе. Мылтық ол. Сұрақ. Біліп отырмын ғой, переводпен екен, түсінбей жатырмын осыны. 1 плюс 1. 2. Молодец! Молодец, Кулаша! Сұрақ. Үй жануары 12 жастан асқан түйені не деп айтады? Бота емес. Бота ол түйенің баласы. Нар емес. Нар ол жалғыз өркешті. 12 жастан асқан түйені? Түйе. Жоқ, апа. Burada. Бура? Ана. Анарды. Дұрыс емес. 12 жастан асқан түйені, апа. 13 жастағы түйе деп айтады. Болды. Келгіш. Құлаша. Апа. Намысты қолдан бермеңіз. Би. Құлаша. Перевед ондас. Би. Тікс. Швер маэстро, би. О, где-то. Апа, Виля. Опа. Поддержки война. Эй. Öyle. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, Құдаша қалай биледі? Әпкесі победила Құдаша. Апа, негізі сіз жеңдіңіз. Келіңізші. Осы жерге тұрбаңыз. Би. Танец. Құдаша против тамада. Би. Ей, шешінбей ақ қойсын.
Ей, шешінбе. Бисмилlah дейді. Ой, ё-моё деп аяқ кешіп тұрасың. Дайынсыз ба? Құдашаның группа поддержкасы қайда? Да? Жібер. ചിത്തം കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ മണിത്തുമ്പൂവിൽ തേനും തായോ Жібер, опа! Биле. Не істеватсың? Шапалақ, құдашаға қошемет, құдашаға шапалақ, құдашаға қошемет, құдашаға шапалақ. Есіміңіз? Как вас зовут? Эльвира. Эльвира. Понимаешь? Эльвира. Да? И бар? Бар, иди. Эльвира. Шапалақ қайда? Пари. Эльвира. Шапалақ қайда? Құдаша ғой бұл кісі. Не за что? Ай, бір іш пістірмеді не елеген. Эльвира. Бар. Еще пакет сұрайды. Отыр. Да. Пакет. Тойдың соңында таратады, анамнан сабаласыз. Эльвира. Эля. Шапалақ қайда? А все? Все? Да? Ну ладно. Эльвира. Ну ладно. Кемезе кеме қойсын. Отырам. Жду Эльвира. Эльвира! Кім, Эльвира? Там постойте. Нет, там постойте. Ну ты бар, орысшам кетті-ау. Өзім барам. Эй, кім, Эльвира, постойте там. Я сам пойду. Жібер. Эльвира қайда? Биле. Қошемет қайда Эльвираға? Сіздер ойлап отқан шығарсыздар. Опять на русском, да? Айта берейші, ана кісі аударып береді өздері, иә? Просто мен 12-ға индисам береді, бәрі кетті ғой. Ойлап отқан шығарсыздар, мына құдашаны қайта ортаға шақырып, мазақ қылып жатыр деп. Жоқ. Орысшасы, вы думаете, что я... Да, прикалываюсь, издеваюсь, да? Нет. Мен қайта сый-сияпат берген себебім,
дастархан жайған осы елдің ақ көңіл мейірбан ел екенін көрсін дегенім. Қайта сый сияпатты берген себебім, дастархан жайған ағамыз бен жеңгеміздің көңілі дархан, что они от души человеки. Знали, что да? Қайта сый сияпатты берген себебім, нағыз қазақ құдаларын қалай сыйлау керек, соны ағайын көз жетіп көрсін дегенім. Қайта сый сияпатты берген себебім, Бишкектен келген құдалар Қазақстанның қандай ақ көңіл ел екенін көрсін дегенім. Қайта сый сияпатты берген себебім, осы отырған ағайындардың барлығы бірі қалмай орындарынан тұрсын дегенім. Я болмаса, мойындарын 1 минутқа бермен қарай бұрсын дегенім. Менің айтқан сөздерім рас болса, осы елдің ақ көңіл мейірбан ел екені рас болса, Құдашаның құрметіне тоқтамай 1 минут шапалақ ұрсын деген ағайын. Шапалақ қайда? Шапалақтар сөлмей. Жазда апамның аулына барып еттім қыдырып, бір қос шаққан алдымнан шыға келді жүгіріп, ақмақ айлы ай мекен, шекер бал мекен, билеп шыққан Құдашаға шапалағың қайда екен ағайын. Let it rock.